Сәлем қыздар. Оразаның кезінде ниет етіп ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Алла дендеріңізге саулық берсін, ұл қыздарыңыз аман болсын, сабаққа деген зейіндеріңіз ашылсын. Ең бастысы, бар ынта жігеріңізбен, қызығушылықпен тыңдап қарасаңыздар, бәрін тез үйреніп аласыздар. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Көп қыздардың сұрауы бойынша, матаны қалай түзу етіп қиямын? Қанша түзу қисам да пердем қисық, бір шетінен бір шеті қысқа болады деп айтып жатады. Сол үшін перде тікпес бұрын матаны дұрыс қиып алуды көрсетпекшімін. Матаның көзін шығару деп аталады, яғни түзу қию. Кез келген матаны сатып алған кезде бізге сатушы түзу етіп қырқып бермейді. Сол үшін матаны түзу етіп қырқып алуымыз керек. Әйтпесе пердеміз жиырылып, бір шетінен бір шеті ұзын болып қалады. Ол әсіресе ілген кезде қатты білінеді. Бізде осындай тюль матаны немесе хыбы маталарды түзу қырқу үшін осындай шетінен, ең шетінен жібімізді тартамыз, бір жібін аламыз да, жайменен осылай қарай тартамыз. Тартқан кезде матамыз жиырылады. Матамыз жиырылады. Осыны жаймен ақырына шейін тарта береміз. Сонда бізде сызық пайда болады. Осы сызық бойымен кесетін болсақ, біздің матамыз түп түзу болып шығады. Ең соңына шейін, матамыздың шетіне шейін осылай апара бересіздер. Перде тіккенде матаны түзу қырқу ең басты ескеретін жайт. Матаңыз түзу болмаса, пердеңіз қисық, немесе бір шетінен бір шеті ұзын, полыңызда анық байқалып көрініп тұрады. Сіздерге көрініп тұрма? Сызық пайда болды. Осы сызық бойынша қазір кесіп алатын боламыз. Ақырына шейін осылай тартып кете береміз. Осы жібіміз қазір шығарып аламыз, осы жіпті, тартқан жібімізді. Сонда мына жердегі сызық болып қалады, бір жібіміз шығады, анық көрініп тұратын болады. Сол бойымен қырқып аламыз.
Бұл хыбы маталарды хыбы маталарды шетін тегістеу өте оңай. Осылай тегістейсіздер. Ал созылғыш келетін маталарды тегістеу қиын болады. Ол үшін ол маталарды бір-біріне беттестіресіз, метрлеп өлшеп отырасыз. Оны да қазір көрсететін боламын. Матовый велюрдан. Әр істеген жұмысыңызды ерінбей, ұқыпты даққа ғана істесеңіздер, перделеріңіз түп-түзу әрі әдемі болып шығады. Пердені үйреніп алып, өздеріңіздің үйлеріңізге тіксеңіздер, үйіңізге келген қонақтарыңыз, таныстарыңыз көріп, мына пердені қайдан алдың, әдемі екен, немесе кімге тіктірттің деген сұрақтар қояды. Сонда өзім тіктім деп мақтанып айтатын болсаңыздар, жұмысыңызды өз көзімен көргендер маған да тігіп берші деп сізге тапсырыстар беретін болады. Ол кісілерге тігіп бергеннен кейін олардың да қонақтары, таныстары көріп, олар да бір-біріне айтып, осы жеңгеме тіктірттім, немесе қайынсіңіліме тіктірттім деп, сізге де олар тапсырыс беретін болады. Осылай үйде отырып ақша тапсаңыздар да болады. Сіздерге көрінді ме жоқ па білмеймін, маған анық көрініп тұр. Енді осы сызық бойымен матамызды қиып аламыз. Міне осылай аяғына шейін қиып аласыздар. Міне бізде түзу болып шықты. Енді пердеге тігетін велюрдан матамызды қалай түзу етіп қырқамыз. Менде матовый велюр, бұл матаның енінде осындай кромкасы болады. Кромка дегеніміз матаның біткен жері, жабылған жері. Ал мына созылатын жағы ұзындығы болады. Осы кромкасын кесіп алып тастаймыз. Бұл кромкасында түзу қырқу үшін міне осы жерде, міне өзінің көріс байқасаңыздар, міне тесік
тесіктер болады. Сол бойынша қырқып аламыз. Бұл мата өте капризный келеді. Сол үшін бұны ұқыпты тіккен кезде де арасына паутинка қойып тіксеңіздер, мата жылжымайды. Бұл матаның түгі болғаннан кейін мата түгін бір-біріне лақтырады. Тіккен кезде жиырылып қалады. Сол үшін паутинка қойсаңыздар болады. Міне кромкасын кесіп алдық. Бір-біріне осылай беттестіреміз матамызды. Шетінен бастап осылай қарай сипайсыздар. Міне қайырылған шетінен ұстайсыздар. Шетіне қарай сипайсыздар. Міне түктері осылай қарап қырқылған шетке қарай тұрады. Міне түктеріне қарай осылай түгі жататын жағына қарай сипайсыздар. Міне бізде мынаншамадай қисық екен. Осыны туралап қырқып аламыз. Енін қырқып алғаннан кейін мына ұзындығын қырқып аламыз. Бір-біріне матамызды беттестіреміз. Міне осындай 1 сантиметрге дейін қисық кеткен. Осыны лентамызбен өлшейміз. Мына осы қисық жерінен, осы жерден өлшейміз. Тура осының бойымен бірдей етіп өлшеп аламыз. Менде 29 сантиметр. Міне 29 сантиметр осы жерден. сантиметр. Осыны сызғышпен осылай сызып аламыз да артығын қырып тастаймыз. Мына енінде дәл осылай өлшеп қырқамыз. Отыз бір сантиметр.
міне 31 сантиметр. сантиметр. Сызғышымызды қойып, сызып, текстеп қырқып аламыз. Ал қыздар, келесі тегін пердемікіда тюль тігу жолын көрсететін боламын. Оны да мұқият қарап, үйреніп алсаңыздар, өз үйлеріңізге артық шығын шығармай, және туыстарыңызға, таныстарыңызға тігіп беріп, ақша таба аласыз.